Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Кір сабынның сіздер білмейтін құпиясын ашатын боламын. Кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана білеміз, бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы өте көп. Қолыңызға тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілемей, кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге танып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Көгерген немесе жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынудан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз болады. Күйіп қалған жараға сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып ауырғанын басады. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайып тастау керек. Егер де шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, шашыңызды кір сабынмен жуыңыз. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Оған қоса таз ауруына шалдыққанда, дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз, ол көгеруден сақтайды. Мұрныңыз бітіп тұрса, кір сабын қосылған сумен шайыңыз. Бұл әдіс міндетті түрде емделуге көмектеседі. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан тез айығады. Мінекей достар, сіздер кір сабынның пайдасын жақсырақ білді деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Арнамда әртүрлі қызықты деректермен бөлісетін боламын.